Деревянский картопты бүтіндей дәмді және ерекше қылып пісіргіңіз келсе, бұл видео сізге арналады. Табамызға орташа мөлшердегі картопымызды жақсылап жуып саламыз. Кейін үстіне 300 мг суымызды құйып, бетін жауып, жай отта 30-40 минут пісіреміз. Суы сарқылғаннан кейін үстіне тұз, паприка және сармай салып, 5 минут қызартып қуырып аламыз. Осымен біздің деревянский картоптарымыз дайын болды. Өте жұмсақ және де спецтармен ерекше дәмді болып шықты. Әдемілеп дастарханға ұсынсаңыз болады, сіздерге ас болсын. Видеоны сақтап және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.